Бибіғайша. Бибіғайша бұл ауылға ымырт үйіріле келді. Мал өрістен қайтып жатқан уақыт. Маңыраған қой мен қозылар, мөңіреген сиыр мен бұзаулар, үрген иттер мен ауыл іші азан-қазан. Жол-жөнекей ұшырасып, ауылға жеткізген шофердің аты Тілеулес екен. Артық ауыз сөзге онша жоқ жігіт ауыл шетіне кіре бергенде, «Бибіғайша, қай үйге туралап тартайын?» деген. «Қай үйдің түтіні мені қол бұлғап шақырып тұрса, сонда кеттік», деп ол бір түрлі мұңайып қалған. Одан әрі әңгіме өрбіген жоқ. Үндемес жігіт машинасын арылдатып отырып, өз үйінің алдына келіп, бірақ тоқтады. Қызыл сиырды көріп сауып отырған апасы, кабинадан түскен қызды, онан соң баласының қолындағы чемоданды көргенде, ауыз ашылды да қалды. Қызыл сиырдың желкенін күндегісінен қақтап жатпай, шала шарпы сауып, «Қапа, тым болмағанда шет жағасын айтпағаны қалай?» Дірілдетіп той жасап, келін түсіріп жатқандардан қай жеріміз кемеді? Тым құрғанда түс болап, құлақ қабыс қысып қойғанда қамданып отыратын едік қой. Апасы өз-өзімен күбірлеп орнынан тұрды. «Апа, Бибіғайша бізге мұғалім етіп жіберіпті». «Жөн болған екен». «Апа, үйге жүріңізші, соң бәрін түсіндіремін». Тілеулес чемоданды көтеріп ішке еніп кетті. Бибіғайша состиып тұрды да қалды. «Келген екенсің, жүре ғой қызым». Тілеулестің апасы бұл да біреудің алақанына салып, әлпештеп отырған баласы шығар-ау, деп іштей Бибіғайшаны аяп та кетті. «Апа, мен машинаны қойып келейін. Бибіғайшаны осында мұғалімдікке жіберген екен. Ешкімді танымаса керек. Ыңғайлы үй тауып, өзіңіз орналастырсаңыз қайтеді?» Тілеулес асығыс сыртқа шықты. «Қарағым, жуынып шайынып жайғаса бер. Жол соқты болып шаршаған шығарсың. Шай әзірлеп, ас қамдайын. Екі кештің арасын шамадан сүйреп, қайда барасың? Бүгінше осында бол, ертең қалауыңа қарай орнығарсың», деп апай жымиып күлді де, шынын айтсам, Тілеулес бір шүйкі баса келдіге жорып, қатты састым. «Өз үйіңде еркін бол қызым, қысылып қымтырылма». Нұрғайша апай кешкі астың қамына кірісіп кетті. Ертеңгі шайдан соң Бибіғайшаны ертіп, үй аралап, көше кезіп жүрмей-ақ, тура көршісі Әйгерім әжейдікіне келді. Нұрғайшаның әңгімесінен соң Әйгерім әжей бұрынғысынан бетер қалбалақтап, қуанышын жасыра алмай, кең бөлмеден ыңғайлы орын таппағандай, біресе орындыққа ала жүгіріп, біресе жұмсақ диванды жайлы санап, берекесі қашты. «Балалары қалада тұратын шығар, екі бөлмелі тамаша жайды солар салып берген ғой», деп ойлады Бибіғайша. Тап-тинақтай жиналған үй үшін көзімен бір шолып өтті. Кешке Тілеулес жұмыстан келген соң, «Заттарыңды әкеліп тастар», деп Нұрғайша әжеге қайтып соғатын болып үйіне кетті. Бибіғайша мектеп жаққа тез барып келмекші болып жинала бастады. Ауылға шыққанда көрші үйдің екі баласы ойнап отыр екен. Олар Бибіғайшаны аңғарған жоқ. «Мен бастық боламын», деді үстіне қысқа жең гүлді жейде киген қара бала. «Сен ферма бастықсың, сауыншыларға айғайлап ұрсасың». «Ешкімге де ұрысқым келмейді. Мен одан да тракторшы боламын. Менің ағамның тракторына қызыл жолаушысы бар. Білдің бе? Ол жұмысты жақсы істейді. Оған ешкім ұрыспайды». Бибіғайша екі баланың сөзіне жымиып күлді де, асығыс мектеп жаққа бет алды. Әйгерім әжейді ренжітіп алдым ба екен деп, бір шыны ішсем де шайға қарауым керек еді деп, Бибіғайша өзінен өзі қуыстанып келеді. Мектеп жалғыз қабатты үй екен. Сыртқы есік ашық, коридорда ешкім көрінбейді. Тып-тыныш. Мұғалімдер бөлмесін тауып алып ішке үңілді. Мұнда да ешкім жоқ. Ең шеткі есігі жартылай ашық класс жақтан бояу иісі келді. Бибіғайша сығалап қарап еді, бір кісі терезенің жақтауын сырлап жүр екен. «Ағай», деді Бибіғайша ақырын ғана. «Босағада неғып тұрсың? Жақын келіп шаруаңды айта бер қарағым». Терезе жақтауындағы жіңішке тақтайшаларды еппен ғана басып сырлап жатқан ағайдың бар зейіні қолындағы щеткада. Бибіғайшаға көңілін аударып қарауға да мұршасы жоқ сияқты. «Ағай,
Маған мектеп директоры керек еді. Қайдан табуға болады екен? Қазір қарағым. Сәл-пәл кідіре тұр. Терезе сырлау дегенің оңай шаруа көрінбейді. Саусақтарының буыны қатқан соң икемсіз қолға қиынның қиыны болып тұр ма, әйтеуір кібіртіктеп өндіре алмай қойғаным. Бұлайша қараған көзге оңай ғана екен. Ағай терезенің қалған жерін сырлап бітті де артқа бұрылды. Ал қарағым, өзің бізге келген мұғалім шығарсың. Іздеген мектеп директорың мен боламын. Есбол Қарамановпын. Бибіғайша сенерін де сенбесін де білмей тосылып тұрып қалды. Аға, менің есімім Бибіғайша. Әдебиет пәнінің маманымын. Сіздерге жолдамамен келіп едім. Қош келіпсің. Коллективіміз де оқушыларымыз да жаман емес. Көпшілікпен тіл табыса біліп, ісіңе адал қарасаң, еңбегіңнің шапағатына бөленесің. Қазір балалар колхозға көмектесіп жүр. Бірер сағаттан соң 2-3 күн мұғалім келеді. Биыл мектептің жөндеу жұмысын өзіміз жасап жатырмыз. Ал бөлінген қаржыға балаларға дене шынықтыру сабағына форма және шаңғы сатып алмақпыз. Мұғалімдер кеңсесі бұл ұсынысты дұрыс санап, осындай шешім қабылдадық. Есбол Қараманович, мен жүгіріп барып киініп келіп, сізге көмектесейін. Тұра айналайын. Жолдан шаршап келген шығарсың. Бүгінше жақсылап демал. Жас келсе іске деген, өзіңді де қол қустырып қарап отырғыза қоймаспыз. Ал документтеріңді мұғалімдер бөлмесіндегі үстелдің үстіне қоя қой. Біраз шаруаның басы қайырылған тәрізді. Оқу жылы басталғанша сақадай сай отыратындаймыз. Ағай, мен кеше кешкісін келгенмін. Жақсы тынықтым. Қолбағыс етейін, деп Бибіғайша мұғалімнің алдында тұрған оқушы тәрізді жалына сұрады. Қарағым, өзің қай үйге тоқтадың? Әйгерім әжейдікіндемін. Өте бір пәк, сәби жүректі жақсы жан. Келе сала жұмысқа жеткеніміз біздің өзімізге ыңғайсыз болады. Алып жұлып бара жатқан оншалықты ештеңе жоқ. Бүгін тыныққаның дұрыс. Бибіғайша бұдан әрі сөз жарыстырудың жөнсіз санап, документтерін айтқан жерге қойды да үйге қайтты. Әйгерім әжей шайды әзірлеп отыр екен. Бибіғайша, қарағым, қолыңды жуып дастарханға келе ғой. Директорлеріңді таптың ба айналайын. Мектепте ешкім болмаса да байғұстың жаны жоқ адам. Ол сонда жүреді салпылдап. Қызметіне келгенде үйіңді өрт шалды десе де мойын бұрмайтын патшағар. Бәр жақсы жері басқалар құсап, күйіп-пісіп, қол астындағылар адамдардың шәт-шапайын де шығарып жатпайды. Қандай шаруаға болмасын, қасында жүреді. Әйгерім әжей Бибіғайшаның бастығы жайында біраз жайларды айтып, таныстырып отырғанда, сырттан самбырлап сөйлеп, қара торы, үлкен қара көзді әдеміше тәтей келіп қалды. Көрші-ау, ешкіміңді жоқ деуші едің. Туысқанымды таптым деп айта салсаң қайтеді? Күбір-күбір сөйлеп, ыңылдап өлең айттың ба? Не болды деп елеңдеп жүрсем, мына бала көрінді қасыңнан. Қу кемпір. Туысың келіп, жалғыз өзің қызықтап жатыр екенсің ғой. Қызыңның әкелген базарлығын жамбасыңа басып, сүтке тойған мысықтай отырсың, Ау, сәлеммаш. Шер шағатпай, дастарханға жақындасаңшы әуелі. Дәмнен үлкен емес шығарсың. Соншама дүбірлігіп. Бибіғайшаның тамағынан тас өткізгендей қылдың ғой. Жаулығыңды қолыңа ұстап, көшеге шығып кеттеймісің. Бала жолдан келді, демалсын. Елден екшектеп қалып қойғандай, бажылдап кіріп, жұрттың есін кетірдің ғой, пәтшағар деді. Әйгерім әжей бір кесе шайды көршісінің алдына қойып, әжесі-ау, менікі жай ғана еркелік қой. Құйрықсыз жалғыз өстім, ең ақыры жаратқан шешемді де көпсітіп алып кетті емес пе? Қара торы әйел көз жасын сығып-сығып, жеңінің ұшымен сүртіп алды. Тәйтәрі. Анау Темірхан мен саржағаларыңның ортасында жүріп, саған келе қалған не қылған жалғыздық? Өйтіп, көпірлікке барып қайтесің. Еркелесең, мәселеңді қайтарып, қолыңды қағып жатқан кім бар? Тәубешілік етуің керек деп, Әйгерім әжей шырт ете түсті. Көп сөзді қайтеміз көрші. Қартайғанда туған қызыңның кіндік шешесі өзің боламын. Сәлимаш әңгіме тегін ағыта отырып шай ішті. Бауырмашыл, пақыр дейді Әйгерім әжей.
Сәлима шығып кеткен соң. Көрде тұр, дарылдап жүгіріп кешке бүкіл елді жиып келеді. Бауырсақ пісіріп, қамданып қоймасам. Әже, қызық болды-ау. Сізді әуреге салып, тәтеге анағын айтпадыңыз ба? Осы үйде тұрады екенсің. Қарағым, тумасаң да туғандай боласың. Жалғыз отырып та көргенмін. Бір шара бауырсақ пен қазан көтергеннен әжеңнің ырзығы ортая қояр деймісің? Құдайға шүкіршілік, молшылық қой. Әжейдің көңіліне ауыр алып қалғанына Бибіғайша қатты састы. Айтарын айтып қалып өкінді. Ол бірте-бірте әжеге бауыр баса бастады. Қуаныш ренішін ортақтасады. Оқу басталуға да 2-3 күн қалды. Бибіғайша біраз мұғалімдермен танысып үлгерді. Бірде Әйгерім әжей қызыл тұрпақсыз қазыққа байланып, әлденеге ашулы, бұрылқылдап сөйлеп жүрді. Әже, кімге ренжідіңіз? Деп таңырқау сұрады Бибіғайша. Келгелі бері ол кісінің осынша күйге түскенін бірінші рет көріп тұр. Әлгі бастығымыздың баласы дағы. Қарағайын десем жалғызымсың, қарғамайын десең жалмауызымсың депті ғой біреу. Жуас түйе жүндеуге жақсы дегендей, осы үйдің малын көретінін қайтерсің? Әже, не болды? Әлгі бастықтың жүген құрықсыз кеткен баласы мұны қызыл шүберекке өршітіп, бұзау күнінен сүзеген етті. Қызыл шүберекті желпілдетіп тұрып, торпақ ұмтыла бергенде үшкір таяқты лақтырады. Қаршадай болып, жазықсыз жануарды неге сонша қорлайды десең, әже, басқа елдерде бұларға найза піскілейді дейді. Тиісерге қара таппай, күн ұзақ қаңғып жүрген бала не ойлап таппайды дейсің. Бибіғайша бастықтың баласының Теодар ойынын ойнап жүргенін біліп тұр. Әже, ол баламен өзім сөйлесейін. Қой қызым, балама жөн айтқан екенсің деп шешесі маңдайыңнан сипай қоймас. Мүйізі қарғадай мұғалімдердің өзі сен тимесең мен тиме деп құтылады. Шешесі балаң жаман дегенді сыбыр айналдырып жіберуге бар. Баяғыда біреудің еркелігі 50 есекке жүк боларлықтай Жұқай атты жалғыз ұлы бар екен. Үйлеріне қонақ келе қалса, төрге отырып немесе әлгі кісіге төсеген кедей байғұстың бетке ұстар көрпешесін менікі деп жылап-сықтап жұлып алатын көрінеді. Сонда қой аузынан шөп алмас жуас әкесі ұялғанынан тек тұрмыстың керімен жұқай дегенде болдың құдай дей береді екен. Сол сөз мәтелге айналып кеткен еді. Сол жұқайдың бірі қазірде осы ауылдан табылады емес пе? Бұл бар болғырды осы әуенімен жібере берсе, жаратқанды жазғырып шешесі әлі талай аңырар. Балаң солай дегенді сойылға жығуға әзір, бейбақ. Бұзауы бар болсын, келмей жатып, бетін қайтып, сөз өстіп қалып жүрерсің қарағым, бар ма? Бірақ Бибіғайша не болса да тілдесіп көрмек. Бастықтың баласы және оның шешесімен сөйлесудің ыңғайын ойлап, түннің бір уақытына дейін көз ілінбеді. Ақыры, бабын білген кісі көтерімді тұлпар, шөжені сұңқар етер дегендей бір шешімге келген тәрізді. Бибіғайшаны Еркебұланның апасы торсықтай қарсы алды. Баласының мұғалімі екендігін ескерген соң ба, айналайынның астын алып, қоярда қоймай төргі бөлмеге бастады. Бибіғайша суыртпақтай отырып, Еркебұланның өзімен бірге оқып, ойнап күліп жүрген балалардың неліктен бөлектеніп қалғанын сұрады. Жанын жалдап жүріп жұмыс жасауға Еркебұланның денсаулығы жарамайды. Ұлдан жалғыз деп алақанға салып өсірдік. Өзі әлжуаздау. Әрі кеткен жұмыстарына апта барар, одан соң қалпақтай ұшады. Менің сөзіме нанбасаң, қарақ, ауылдың врачынан алған қағазым бар. Директор іздемегенде, келмей жатып неғып жұртты түгіндеп жүрсің? Деп апайдың алғашқыдағы сыпайылығы әп-сәтте бұзылып, ашу шақырып шыға келді. Апай, сіз де оқыған адамсыз. Денсаулығы болмаса, әрине сөз басқа. Ал егер сау жағдайда балаңызды коллективтен бөлуіңіз жөн емес. Баланың басқа балалардан артықшылығы жоқ қой. Еңбекке араласқанның өзіне жақсы. Әй қарағым, қаршыдай болып маған жөн көрсеткің келіп педі. Менің балам бармағаннан халқы жұмысы қурап қалады дегенді осы күнге шейін естігенім жоқ.
шиелі пиелі ақылың өзіңе. Бала ауру, ешқандай жұмысқа жарамайды. Сөзімнің тоқ етері осы. Қамқор сыйға алуын. Коллективі сағынып жатса, мектепке барған соңды тауып алады. Бетіңді қайтарып, тұқырттым ба бәлем, дегендей Бибіғайшаға кескінді пішінде көз тастады. Апай, балаңызға рұқсат қағазы тек қана ауданнан дәрігерлерден әкелесіз деп, Бибіғайша да тікесіне көшті. Ол жағын кезінде көре жатармыз. Қиғылықты сала келген екенсің, қылғынып қалып жүрме, қарақ. Оқу жылы да басталды. Бибіғайша 8-ші класқа жетекші болды. Өзі бір ауырлау класс, бірақ жастық жігер, құлшыныс қайрат бар кезде қиыннан тайсалмаған дұрыс. Көптеп көмектесеміз. Бірлі жарым, қыңыр мінезді балалар бар. Айта-айта біздің сөзімізге ет үйреніп кеткен тәрізді. Бәлкім жаңа леп, жақсы әсерін тигізер. 8-шіні қайтсең де сен аласың деп еріксіз жүдеп отырған жоқпын. Екі ойлы болсаң, турасын айт, Бибіғайша деп аяқтады сөзін директор. Кейбірінің бойлары Бибіғайшадан да асып түседі, деп қалды математика пәнінің мұғалімі, әдемші келген жігіт ағасы Еслемғали. Қазір балаларды тек қана оқу қызықтырмайды. Олардың көбірек біліп, көбірек үйренгісі келеді. Сондықтан жалықпай ізденіп жұмыс жасау керек. 7-шіге дейін ол классқа жетекшілік еттің. Қандай қырыңнан көріне алдың? Ата-аналар жиналысы, класс сағаты деген таптауларынан аспадың. Осы сөздерімді талай айттым. Жүре тыңдадым. Сабақ бітсе болды, алашапқың үйлеріңе тұра-тұра жүгіресіңдер. Сонда не? Онда бір жолата түнеп қал деймісіз? Еслемғалидің түзі бұзылып, сызданып шыға келді. Еслемғали осы уақытқа дейін мектепке қонып қалды деп, мұғалімді сен де мен де отырған басқаларда естімеген анық. Ондай қыңыр сөзге барып қайтеміз. Бибіғайша, қалқам, өзің не дейсің? Директор сөз соңынан тағы Бибіғайшаға бұрды. Аға, мен келістім, деді Бибіғайша орнынан көтеріліп. Бибіғайша 8-ші класста әдебиет сабағын каникулды қалай өткіздің деген тақырыпқа шығарма жазудан бастады. Шығармаларың арқылы әрқайсыңмен танысуға болады, деді оқушыларына. Апай, біз барлымыз да картоп жинауда жүрдік. Сонда жазған шығармаларымыз біркелкі, бір-бірімізден көшіргендей ұқсас болмай ма? Әркім өз қалаған тақырыбына жазса қайтеді. Бұл әдемі қара көз Сәуленің ұсынысы еді. Бұрын алдымен класском сайлайтынбыз. Картоп жинамаған мен сонда не жасады екенмін, деп Сәуленің сөзін Еркебұлан жалғастырып кетті. Балалар, сендер бір-біріңді жақсы білесіңдер. 8 жыл жұптарың жазылмай келеді. Кімнің қандай екенін менде білгім келеді. Ал ол үшін мен сендермен жақынырақ танысуым қажет. Класскомды бір жұмадан соң талқыласақ та кешікпейміз. Еркебұлан, колхозда көмекте болмағаныңмен каникулды өзіңше өткіздің емес пе? Сол туралы жаз. Шығармаңды не себеппен коллективтен бөлініп қалғаныңнан бастайсың да, одан әрі жалғастыра бересің. Әр жерден мырс-мырс күлкі естілді. Келесі күні Бибіғайша оқушылардың шығарма жұмысын ала келді. Балалар, жұмыстарыңа баға қойғаным жоқ. Мен әрқайсыңның жазғы каникулын қалай өткізгендеріңмен таныстым. Стилистикалық, орфографиялық қателерге әзірге мән бермей қарағанда, маған Еркебұланның шығармасы өте-мөте ұнады. Еркебұлан шындықты ашып айтыпты. Ақиқаттан қашып, жаман әдет, өтірікке бой алдырып алудан өкінішті нәрсе жоқ. Өтірік айтқан адам қашанда жарымжан күй кешеді. Жалтақтап, жасқыншақтап жүреді. Ал Еркебұлан өзінің денінің сау екенін, жалған рұқсат қағазы мен коллективтен жыл сайын қалтарыс қалып келе жатқанын жасырмапты. Бұл жарқ еткен жақсы қасиет Еркебұланның болашағынан көп үміт күттіреді. Сол сияқты Гүлжазираның шығармасы да ұнады. Тынышталып тыңдаңдар. Кей тұстарынан үзінді оқып берейін. Бірінші күнгі жұмыстан соң бүкіл денем қозғалтпай, орнымнан әзер тұрдым. Екі қолымды жоғары көтере алсамшы. Қарымның талғаны түске дейін кетпеді. Ал демалған соң жұмысым өнімдірек бола бастады.
Балалардың көбінің алғашқы қарқындары басылып, кібіртіктеп кетті. Жұмысқа құлшынысына кіріссін деп біреулер бірнеше топқа бөліп жарысқа түсірді. Қай топ қанша шелек картоп жинағанын мұғалім жазып отырды. Бірақ бұл істің да саны да сапасы да жоққа айналды. Балалар шелектерін толтыру үшін ірілерін жинады да майдаларын басып жаншып жүре берді. Бұған мұғалім ұрсып еді, енді ұсақ картоптарды топырақтармен жауып кететінге көшті. Мұғалім 40 баланың қайсысын аңды үлгерсін. Бұл жерде өзіміздің саналылығымыз қажет еді. Тарих пәнінің мұғалімі келесі күні үзіліске газет оқып берді. Онда жұмыссыз, баспанасыз жайлы, аштық жайлы мәліметтерді естідік. Күні ертең өз дастарханымыздың орнын алатын асты көріне көзге далаға ысырап етіп жатқанымызға әрқайсымыз іштей ұялдық. Майда картоптар келесі жылы тұқымдықтар екенін, олардан қаншама өнім өнетінін де айтты. Апай, 2-3 бала қалдырып кеткен майда картоптарды жинасақ қайтеді, дедім мен. Бұл іске 5 оқушы бөліндік. Картопты машинамен қоймаға тасушы Хасен ағай: «Әй сендер, мына торғайдың жұмыртқасын қайдан тауып теріп жүрсіңдер?» деді шылымын будақтатып тұрып. «Ендігі жылы бұлар балалайды», деп жауап берді Қасымжан. «Әй, қара мендіктің қара сирағы, сен тілмен жағыңа сүйенбей аяғыңды тездетіп бас. Манадан байқаймын, қыздар 2 қатынағанда сенің мыжырайған шелегіңнің бір мәрте әзер кетіп қалсыншы. Елдің мыжырайған шелегін тексергенше өзіңізде теріспейсіз бе? Қауқиған басың толы бос сөз. Мені тақымдағанша картошкаңды жина». Балалардың құлшынысы әлде Қасымжанның сөзінің әсері ме, Хасен ағай да машина маңына төгілген картоптарды су құятын шелегіне теріп жүрді. Сол күні өмірімде бір қатты ұйықтаған түнім болар. Таңертең өте сирек ояндым. Міне балалар, қандай шынайы жазылған шығарма. Талқанымызды шығарыпты. Қасымжан жан-жағына қарап басын қасып қойды. «Апай, Гүлжазираның шығармасындағы бір кемшілік ұсақ картоптарды шошқаға беруге болатынын ұмытып кетіпті», деді Еркебұлан кеңк-кеңк күліп. «Мына бір шығармадан да бірер абзац оқи кетейін. Түскі үзілісте 4-5 бала баққа бардық. Қасымжан ағаш арасында жалғыз жайылып жүрген қызыл бұзауды көзі шалып қалып қуа жөнелді. Оның соңынан қиқылдасып қалғандары да кетті. Қызыл бұзауды қаумауыма ұстатты да кезек-кезек міне бастады. Балалар, дәп-дәу болып, бұзаудың белі омыртқасын үзіп жібересіңдер, қойыңдар, деп араша түстім. Танауың бұзылмай тұрғанда қай-қай деп олар менің кеудемнен итеріп жіберді. Осы оқиғадан кейін балалар тағы бір құрбақаны ұстап алды. «Мә, мынаны тасқа бір періп соқ. Сенің жүрегіңе кішкентай түк жүгіртпесе, өмір бақи сүмпиіп, келіншектеп жүресің», деп алқымы бүлкілдеп, көздері бақырайған мұздай құрбақаны алақаныма салды. Мен Қасымжанның бетінен шарт еткіздім. Ал ол құрбақаны аяғынан ұстап алып, менің бетіме былш еткізді. Сонан соң тарбаңдап апарып тасқа ұрды. Көзімнен жас шығып кетті. Қазір олар мені адам қатарына санамайды. Мейлі, мен де оларды жек көремін. Өйткені олар қатыгез жандар. Онысын өздеріңше батылдық, батырлық дейді. Ал мен жаман қылықтарына жасырар желеу деп ұғамын. Керемет жазылған. Мұнда бір ғана кемшілік, Сайрамбек өтірлерге өте сараң екен. Сайрамбек менің шығармамды керісінше басы артық өтірлер былқып жатыр. Сатамын деп Еркебұлан мысқылдай күлді. Сайранбек қай ақшасына өтір сатып алмақ? Әкесі жоқ. Ал жалғыз апасының азын-аулақ пұлын өтір саудасына сала ма? Класс жым-жырт. Тек Қасымжан ғана өзінің қалтырап айтқан сөзіне масаттанып, бір үлкен істі тындырып тастағандай мәз боп жайраңдай қалған. Қандай мейірімсіздік. Бибіғайша өкпе тұстан оңдырмай соққан тынысын тартылып, тұнжырады да Сайранбектің нәзік жанын жаралаған арзан сөзге тойтарыс бере алмағанына өкінді. Дәл бір өзі қылмыс жасап қойғандай класқа тіктеп қарай алмай қалды. Сайранбек 2 күн болды, мектепке келмей қойды. Қызметіне кіріспей жатып,
сәтсіздікке ұшырағанына Бибіғайша қатты күйзелді. Бүгін сабақ соңында Еркебұланды ертіп алып, Бибіғайша Сайрамбектікіне барды. Есік алдында ойнап отырған 5-6 шамасындағы кішкене қыз бала. Сайрамбек мектепке бармайды, жұмыс істеймін дейді. Апам жылады. Сайрамбек дәптерлерін маған берді. Кітаптарының суреттеріне қарап, жыртсаң да ұрыспаймын деді. Гәухар, өзі қайда, деді Еркебұлан кішкене қыздың басынан сипап. Сайрамбек сенімен ойнамайды. Ол үйді жинап, сосын апама шай қояды. Бибіғайша мен Еркебұлан ішке кіргенде, Сайрамбек інісін киіндіріп, сыртқа шығарғалы жатыр екен. Бұларды көргенде әрі таңырқау, әрі жүрек түбіндегі өкпе сыртқа теуіп, аққұба жүзі қызарып, төмен қарады. Мұғалімнің амандасқанына аузын жыбырлатып, естілер-естілмес күбірледі де, отырыңыздар, дегенді естірте айтты. Біз саған келдік, Сайрамбек. Бірер күн сабақтан қалып қойдың. Апай, мен оқымаймын. Жұмыс істейтін болдым. Бибіғайша мен Еркебұланның алдында жасымайтын дегенмен жанары мөлтілдеп қалды. Сайрамбек, мені кешір. Бұдан былай сені ренжітпеймін. Апайдың алдында уәде берем. Неліктен қыңыр екенімді өзімде түсінбеймін. Кейде өзімнен өзім жеркенемін. Кластағылар сол күні ақ сазайымды берген. Еркебұлан Сайрамбектің иығына қолын салғанда, манадан бері зорға іліккен көз жасы шарасынан асып төгілді. Апай, сіз бара беріңізші, біз өзіміз-ақ, деді Еркебұлан сонан соң Бибіғайша апайына бұрылып. Еркебұланның мына қылығына Бибіғайшаның іші жылап қалды. Қысылып қымтырылмай, еркін тіл табысқандарын жөн көріп, жымия қоштасып үйіне қайтты. Шай үстінде Бибіғайша барғандығын әжесіне әңгіме ете отырып, Сайрамбек жанның жүрегінде жылуы бар. Қалігез бала, жақсы жасағансың. Құбы құрдастарының шеттеп қалса, кім біледі. Еркебұлан да түсінген екен әбестігін. Бала жаны нәзік, мөлдір. Сәл қоқыстанса лайлана кетеді. Жас болсаң да міндетің ауыр қызым. Сен сүрінсең, осы ауылдың балалары да сүрінеді. Осыны ұмытпа. Өйткені сенен балалар тәрбие алып жүр ғой. Бибіғайша сабақтан тыс ертегілер еліне саяхат деген тақырыпта қызықты диспут ұйымдастырды. Балалар әдеби кітаптарды оқуда бір үлкен олимпиадалық жарысқа қатысқандай күй кешті. Оқыған кітаптарының тізімі мен одан алған әсерлері жайында жазып отыратын болды. Октябрь мейрамына қарсы Гоголь ревизорын ықшамдап сахнаға шығарды. Кешке ата-аналары түгел жиналды. Плюшкин рөлін Еркебұлан ойнаған. Еркебұланның шешесі Бибіғайшаны қызық етіп қара жерге қағып жіберердей тап берді. Менің баламды ел-жұрттың алдында соншалықты қорлап, масқара ететін кім едің? Деп дүрсе қоя бергенде, түү, қаншайым, қойсаңшы. Соншама шәт-шәлекейдің шыға қалғандай не бөлініп қалды? Жаман жасқа киім үстіне жабысып қалар деймісің? Деп әкесі араша түсті. Әй, ана жұрттың, мына бала лайығын жаңа тапқан екен дегенін естімей құлағың керең болып қалып еді. Бәленің басы аудандағы қайқабас қайнымда. Мына қызды бізге несіне жіберді десеңші. Апа, қойыңызшы, мен кәдімгі шық бермес Шығайбайдың рөлін ойнадым емес пе? Апайдан Плюшкинді өзім сұрап алғанмын. Өй, қойшы әйтеуір, балаларды дүрліктіріп бітті. Біресе базға апарып жұмысқа жегеді, біресе біреудің үйіне қолбағыс етеміз деп қаңғыртады. Бұларды оқытып жүрген шамалы. Қарағым, қаншайым. Мұғалімнің оқушыларға өмір көрсеткеннің несі айып? Ертелі-кеш сабақтан бас алмай шұқшия бергенше еңбек, өнер дегенді білгендері өздеріне де жақсы. Астан-кестен ашу шақыратындай бүліне қалған ештеңе жоқ сияқты. Саусағының арасынан су өтпейтіндерді, әжуа еткендерді жақсы емес пе? Бәкене сары шал Еркебұланды арқасынан қағып шығып жүре берді. Бибіғайша үйге көңілсіз келді. Осы істерін дәл қазір дұрыс-бұрысына өзі де күдіктене бастаған тәрізді. Бояушы дегенге сақалын бояпты деген сияқты болып жүрмес пе екен? Деп ойлады іштей. Диванның бір бұрышына бүрсе құлаған Бибіғайшаның қасына Әйгерім әжей жайлап келіп жайғасты. Томаға тұйық, ортасынан
отырысынан ғана емес, қыздың көңіліндегі жайсыз түйткілді қабағынан мана-ақ сезген еді. «Қызым, шаршап жүрсің-ау, зыр қағып бір байып таппайсың. Қандай іс болмасын, бірден-бір бері қаратып егеріп кету оңай шаруа емес. Біздің үйдегі атаң да жұмыстың жалына жармасып қалған жан болатын марқұм. Әже, атай соғыстан оралмаған ғой сірә. Бибіғайша орай келіп қалған соң». Әйгерім әже бірден жауап қайтара қойған жоқ. Бөлме ішінде тықылдаған сағат дыбысы ғана естіліп тұр. «Қызым, қыс келсе болды марқұм, отыңды аямай жағып, малыңа қара, жылы отырған кемпірім» дегендей түн баласы түсімнен шықпай қойды. Атаң соғысқа бара алмады. Майданға сұранып, әскерге әкететін үйдің табалдырығын талай тоздырған. «Сенің майданға көмегің, алдыңа салған жылқыларыңа жауапкершілігің» деп шығарып сала берді. Ол жолдары қыста қатты болатын, ал қасқыр дегенін қаптап кетті. Мал иісін сезіп, кейде түнімен ауыл маңын торитын. Тек Ақтөстің дүңк-дүңк үрген дауысынан сескеніп малға тие қоймайтын. Колхоз жылқысын марқұм жалғыз бақты. Күн-түн қатып шаршайтын. Кейде бейшараның шай ішіп отырған кесесі талай қолынан түсіп кетіп, күйіп қала жаздайтын. Жылқыға кезектесіп шығайық дегеніме көнбейтін. Төңірек қаптаған қасқыр, жылқылардан айырылып қаласың деп. Мына қарауыл төбенің түстігіне қар онша тола қоймайтын. Тау аңғарынан азынап соққан жел қарды сыпырып үйіріп жалап кетіп жататын. Марқұм қысқы шөпті үнемдеуге септігін тигізсін деп, жылқыларды небір қатты боранда сол маңға шығаратын. Борансыз күн жоқ, талай адам адасып, талайлары қол-аяғы үсті. Сайранбектің әжесі бертінде қайтты. Сол жарықтық бір қатты боранда іріңде көрші үйге бармақ болып шығып, мына Алғабас колхозына дейін ықтап кеткен. Бір үйдің мұржасын құшақтап отырған жерінен тауып алып тірі қалған еді. Шал марқұмның түбіне де сол боран жетті. Бір күні жылқыларды торбие жоқ болып, кеше дұрыс түгендемегенін ғой деп, қарауыл төбеге қарай қалып қойды-ау деп өң түсі қашып, үйге үйірлене келіп, жылы киіне бастады. Жүгенді беліне орап алды. Сол күні боран сұмдық еді. Көз алдыңа әкелген саусағыңды көрмейтіндей болатын. Жалынып, жалбарынып, аяғына оралғаныма қарамады. Марқұм үнсіз шығып жүре берді. Жетілік шамды сағырайтып қойып, түні бойы көз ілмей, пеш түбінде бір уыс болып бүрісіп отырдым да қойдым. Таңда бозарып атып келе жатты. Сырттан еш сыбыр естілмейді. Түні бойы азынап соққан дүрел боран біршама толастағаны болмаса басылмапты. Үстіме шапанымды іле сап, тісіме тимей қалшылдап, сол кездегі бармасқа Ақанайдікіне бардым. Ақанай байғұс өң түсімнен шошынды ма, «Әйгерім, не боп қалды?» деді бірден. Ауылдағы жүруге жарайды деген ер адамдар жиналып шалды іздеуге шықты. Не керек, марқұмды кешкілік қана тауып қайтты. Бейшара құла дүзге қаңып кетіпті. Мұз болып қатып қалған екен. Тірісіне қалай кіріп шығып жүргенін үйдің есігінен ішке әзер енгізіп пештің қасына жатқызды. Мен сорлыда қайдан ес бар дейсің? Пешке отынды әбден толтырып, дүрілдетіп жағып жатырмын. Ойым, жібісе шалым тірілетін шығар деппін. Қайдағы тірілген? Кемпір үнсіз жылап алды. Қызым-ай, бұл жұмырбас не көрмеді? Менің өмірім жатқан бір хикая ғой. 2-тоқсанның соңғы аптасы болатын. Қыс қафары күшейе түскен. 8 кластықтар мал базарына жиірек барып жүрді. Өйткені сауыншылар мен малшылар үлгере алмай жататын. Балалар бұзауларды түгелдей қарауына алған. Қорасын тазалап, шөбін жайлап төсейді. Тіпті суын жылтып өткізеді. Балалар тыным көрмейді. Ал Қасымжанның аузы мен қолы бірдей қимылдайды. Әпкелер, бұзауларыңыздың жергілік жалаяқтарын құрғатуға келіп қалдық деп, сонадайдан сөйлеп кіріп, кеткенше аузына бір тыным болмайды. Бұл бақабастар күні бойы тұздалған қияр мен капуста жейтін шығар. Соң қарындарын суға қампайтып алады да бүлдіріп тастап қарап тұрады.
Бұзау қора балалары көңіліне күлкісі толып келеді. Сендер екенсіңдер ғой дегендей бұзаулар да елеңдесіп қалады. Бибіғайша апай, меніңше бұзау деген сөздің төркіні әй, бұзықсың-ау дегеннен шықса керек. Содан бұзау боп аталып кеткен ғой, деді Қасымжан қасқа бұзаудың маңдайынан сипап тұрып. Ал Тапқышбек, сонда жылқы деген неге жылқы деп аталған? Қасымжан балаларға алақ-жұлақ қарап алып жерге шырт түкірді де, бұрынғы заманда техника болмаған рас қой. Ал рас, деді Еркебұлан. Міне, сол заманда бір ауылдан екінші ауылға қысы-жазы серуен құрып жүруді тәуір көретін бір сері жігіт, сен болмасаң жыл бойы осылай қыдырар ма едім деп ризалығын білдірсе керек. Сонда әлгі жігіттің құлағы мүкістеу әкесі, балам, жылқы деймісің депті. Міне, жылқы атауы осылай пайда болған. Пақ шіркін, Тапқышбек, мұның түк қисыны жоқ, сенің болжауың ғана. Осымен сұрақ жауап аяқталды, деді Еркебұлан сөз арасын басқаға бұрғысы келіп. Балалар, мәз-мейрам, қалай дегенмен әңгімешіл екенсің. Бибіғайша апайларың бұл сөзіне Қасымжан кәдімгідей көтеріліп қалады. Декабрьдің бас кезі еді. Бибіғайша да ауыл өміріне үйренісе бастаған. Қала тіршілігінде көрші үйде кімдер тұратынын біле бермейтін жағдайлар жиі кездессе де, мұнда бүкіл ауыл бір-бірінің үй жағдайын, тіпті олардың алыс жақын туысқандары мен жора жолдастарына дейін алақандарында. Қызық, қалада үй ішіндегі моншаңа түсіп жүрсің бе, жоқ па, оны ешкім білмейді. Және онда шаруасы қанша. Әр ошақ басының жеке тіршілігі. Ал мұнда ауыл адамдарының түгелдей болмаса да, моншаға барған уақытына дейін айтып бере аласың. Өйткені монша жаққан үйдің маңы абыр-сабыр күйде шуылдасып жатады. Қазір моншада кімдер барын, қай үйдің кезек күтіп отырғанын айтып дабырласып жүргендері. Алғашында ауыл адамдарының бұл қылығы Бибіғайшаға бір түрлі көрінетін. Сөйтсе, мұның өзі ашық жарқын, ақ жүрек аңқылдағандағы екен. Сәлимаш тәтей бірде, Бибіғайша жан, моншаға алдымен өзің түсіп ал, қаладан келген баласың ғой, суы мен іші таза тұрғанда жуымлық шықсын дедім. Деп келгенде, осынау бір аналық мейірімге Бибіғайшаның жүрегі лүпілдеп, есіне анасы түскен. Сонсоң шай әзірлеп қойдым деп үйіне шақырған. Сәлимаш апай зор денесіне қарамастан қимылы жылдам, ширақ кісі. Қай кезде үлгергенін білмеймін, қуырдақ қуырып қойыпты. Шайдан соң диванға жатып тынығып ал, айналайын. Қара кемпірге біздікіде бола тұрсын деп айтып келейін, әйтпесе менен қызғанып жүрер. Сәлимаш тәтей көңіліне қаяу түсірмейін деп Бибіғайша қипақтап отырып қалған. Өткен жұмада ауылға шақыртып кеткен директор келген екен. Қабағы келсіңкіремей отыр. Барлығымен салқын ғана амандасты. Ауданда шалымыздың шаңын қағып жіберген сияқты, деп күбірете қалды Еслемғали. Ашу деген небір жылы жүзді адамның да ұсқысын алып кетеді ғой, деп ойлады іштей Бибіғайша. Директордың бетіне тура қарауға именіп, алғашқы сабаққа қоңырау соғылып, мұғалімдер класс-классқа тарай бастады. Бибіғайша, қалқам, деді директор, алдындағы қағаздарын аударып төңкеріп. Күйбелеңдеп, Бибіғайшаның іші біртүрлі қылп ете қалды. Қалқам, қаңқу сөздің көбейіп кеткені, білемін. Бәрінен де жасаған жақсылығыңа жамандықпен жауап бергеннен ауыр ештеңе жоқ екен. Бірақ амал қанша, қашанда бір қарын майды, бір жұғымсыздардың қалай ғана сегізінші кластың өзгеріп, жаман мен жақсыны айыра алатындай халге жетіп. Қалқам, сені аудандық оқу бөлімі алғабасқа ауыстырды. Мектептері өзіңсіз өртеніп кететіндей, тым құрыса жылдың аяғына дейін қаратпады. Бұл бала мектебімізге бір жақсы лебі әкеліп еді, деп қарсыласып көріп едім, болмады. Бибіғайша сырттай мына жаңалықты елемегенсіп сыр бермеуге тырысқанмен іші алай-дүлей. Келе сала көз түрткі болғанына ұялды. Директор әлі сөйлеп отыр. Бұл шешімнің тым артық екенін айтып-ақ бақтым. Міне, мынаны қолыма ұстатты да желкемнен етергендей шығарып салды, деп үстел үстіне бұйрық пен жолдаманы тастады. Жарайды ағай, мен кеткенше ешкімге тіс жармай-ақ қойыңыз. Мектептен шыға
Ол мал базарына барып, қораның тазалығын тексеріп, айнашылықтап көп жүрді. Оқушыларда кететіні жайлы ләм-мим демеді. Бибіғайша үйге кеш оралды. Әжей үйде жоқ екен. Шамды да жақпастан диванға жата кетті. Ойпыр-ай, өзі де нәп-нәзік, әбден қарнаштау. Сөмкеңе май жағып, нан салып ал десем, күледі. Тамақ жегеннен де кісі ұялады екен-ау, деп шамды жағып жіберіп, әжей сәл кете түсті. Үйде екенсің ғой, әппақ-сапақ уақытта жатқаның қалай? Өңің солғындау ғой. Бір жерің ауырып отырған жоқ па, әлде әке-шешең сағындың ба? Дегенде оның көзінен жас төгіліп кетті. Ей, балам, үй ішіңді сағынған екенсің ғой, деп әжей кемсеңдеп орамалының ұшымен көзін сүртіп алды. Сырқаттанып қалсаң, әлгі лөкір қызды шақырып келейін? Жоқ, әже, ештеңе етпейді. Қарның ашқан болар, ыстық тамақ ішейік. Терлесең тәуір боп қаларсың. Кәні тұра ғой, қарғам. Бас ауырып, балтырсыздамаушы ма еді? Қария сөйлеп жүріп, дастархан жая бастады. Тамақ үстінде әжей өткен кеткенді есіне түсіріп, ұзақта сонар әңгіме бастады. Ауданнан станцияға жеткенше Қарағай мен Қарауынның аралысы орман. Орманның шығыс шетінде екі төбе бар. Ол кезде біз оны тау дейтінбіз. Бірін үлкен мақпал, екіншісін кіші мақпал деп атайды. Біздің қонысымыз сол маңдағы Қайыңды деген жерде болатын. Қайыңды деп бертін қойылған бұрын Сәтімбай ауылы деп аталатын. Соған іргелес Сағымбай ауылы бартын. Мен сол ауылда туып өстім. 13-14 жасымда мен соған ұзатылдым. Апамның айтуынша екі ауылдың байы бақталас екен. Тіпті өлік жөнелтудің өзі ант пен той көрінеді. Қалмұрат Тоқалдың беті бері қарамайтынына көзі жеткеннен, жаназасын ауыл молдасына шығартып, сүйегіне таңба түсірер жайым жоқ деп, Меккеге екі барып қайтқан қияндағы шафарлы жерден ат сабылтып, Хазірет молданы алдыртыпты. Үлкен молданың иығына алтын жіппен оқытылған шапан жауыпты. Бар ат жеккен пәуескенің ішіне қалың кілем төсеп тұрып сыйлапты. Ағайын туыс, жекжаттардан басқа жоқтау айтып жылайтын әйелдерге дейін сайдың тасындай іріктеп қойыпты. Қалмұрат ауылы 40 күн аза тұтып, ойын-сауық құрмапты. Міне, сол Қалмұрат бай тоқалының 40-ын өткізгеннен кейін жанына жандай шаптарын ілестіріп, біздің ауылдың бар етін абайлатып, пәуескелі арабасымен қайта жолдың шаңын шұбыртып, тасыр-тұсыр жетіп келді. Аттарының басын біздің 40 жамау киіз үйге тірей тоқтағанда, әке-шешемнің әрі таңырқап, әрі қорқып естері шықты. Бізден ала алмай жүрген өші де, кегі де жоқ. Байекеңнің бұл келісі қай келісі екен, деп күбірете қалды шешем. Әліптің артын тосалық, босқа қорылма, деді әкем. Бірақ өзі де абдырап, кебісінің оң солын аяғына жаңылсы іліп, күйбеңдеп алдырынан шықты. Келген кісілер шайға ғана қарайтын болды. Біздің үйдің ұятты қонақтарға қазан көтеріліктей жайы жоқтын. Шай үстінде теке сақалысын сөзін әріден отарта бастады. Қалмұрат байдың байлығын біраз жерге шарықтатып алып, ұзын құлақтан менің атымды естігенін, күні кеше төңіректегі елді аяқтарынан тік тұрғызып, салған отауының қаңырап қалғанын әңгімелей бергенде апам, жаратқан иемнің атынан жалбарынам, баламның обалына қалмаңдар, қандай жазығымыз бар еді, деп еңіреп қоя берді. Құдағи-ау, бастарыңа қонғалы отырған бақтан күпірлік етпеңіз. Қалекеңмен дастарқандас болу екінің бірі қолын жеткізе алмайды. Сіз келіп кергейсіз, деді тағы теке сақалы. Әй, бірдеңе деймісің, нағып отырсың, деп апам әкеме шүйлікті. Бұл өзі шын қолқа болса сұмдық екен. Жап-жас баланы әкесіндей адамға айттырған деген айуандық. Байекеңнің күні осы күнге қарап қалса, мына қатынды берейін, баланы жылатып жіберіп, шер көкірек болып өтетін өмірі құрсын. Мұны әкем басын көтерместен жер отырғызып, жер шұқып отырып айтты. Әй, мимырт, қайыршылықтан құтылып,
Жұрт қатарлы өмір сүрген дегенді көтере алмай отырсың. Алдыңа мал салып, адам болуыңның жөнін бір басқа. Тай шаптырып жердегі асып төгіліп жатқан қызыңның түскен жеріне барып, аунап-қунап кетіп жүргеніңнің өзі неге тұрады? Сорлының аузы асқа тисе, мұрны қанайды деген ыбырас. Ту деген түкірігі жерге тимей тұрған Қасекеңді қалжыңға айналдырғың келген екен, қу кедей. Сөз жарастырып отырған кесір қатынның қысқа ақылын тыңдайтын көрінесің, ақымақ. Олай болса, берсең қолыңнан, бермесең жолыңнан деп тіке сақал тігіне көшкен. Қалмұрат бай атып тұрып, ісініп кеуініп сыртқа беттеді. Сөйтіп олар сау етін келіп, қара шүйдің қалпақ қылып іліп кетердей сатыр-сұтыр дүркірей сыртқа шығып қайтып кетті. Бұлардың құйрықтары ұзын, құтқармайды, деді әкем. Енді біз бейбақты таңымызды атырып, күнімізді батырмайтын болады, деді. Апам біраз жылапсықтап отырды. Ақыры ұзын сөздің қысқасы, бір күні қызыл іріңде өңгіріп мені алды да кетті. Іле апам ауруға шалдықты. Төбеге шығып алып Сәтімбай ауылына қарап, шашы қобырап, күн ұзақ отыратынды шығарды. Ас-су әкеліп, қасында біраз болып қайтып жүрдім. Апам келе-келе мені де танымайтын халге жетті. Қарқ-қарқ күліп, бұрымымды, шолпымды сылдырлатып, мойнымдағы алқамды сипап, артынша жылайды. Апау, мен әйгеріммін ғой десем, менің де қызым бар. Жолын тосып, қарсы алғалы отырмын. Қаптап кеткен жыртқыш, бәрі айуан. Мұның бәрі қайдан жүр дейді бір кезде. Қарқылдап күліп, ауылға қарай тұра жүгіреді. Ақыры апам көктемге салым сол төбе басында дүние салды. Содан былай үлкенді-кішілі қос төбе, үлкен мақпал, кіші мақпал деп те шешемнің атымен аталып кетті. Апамнан кейін Сәтімбай ауылы адамдарының аузындағы сөзі мен болдым. Әуелгі сылтау апама айтқан жоқтауым еді. Қыз едің, Қасекеңнің мақпал атты қарғалы тағдыр сонша неге қатты? Күштілер әйгерімнен әкеткенде көз жасы жүрегінен қан боп ақты. Ботасынан айырылған бозінгендей, жүрмісің мені іздеп көзіңді ілмей, қасыңа қанша рет барғанымда, о тағдыр, танымадың есің кірмей. Анашым, жүрсің бәлде ер аралап, арсыз мен ессіздерді масқаралап, қарқылдап ара-тұра күлуші едің, дегендей кәралбастау қыз қайтеңің. Тілінің қыршаңқысынай сөздері түйеден түскендей екен, арқасы бар болу керек. Түбінде бұл да шешесі құсап жынданады. Байқадыңдар ма? Қарасы жаман, көзі шақшиып кетеді. Бір күні Қалекеңді жайратып тастамасын дегендері де болды. Сөйтіп, отырсам опақ, тұрсам сопақ атандым. Осы тұста ақтар, қызылдар деген әскерлер шығыпты. Біреулері бай жағында, ал екіншілері кедейлерді жақтайды дейді. Байлардың мал-мүлкін бөлеске салып, кедейлер ғана өкімет болып қалады дейді. Патшаны тағдан төңкеріпті. Сенің малың менің малым, сенің балаң менің бала-шағам деген жойылып, бәрі ортақ болады дейді. Деген сан-саққа жүгірген қаңқу сөздер ауыл-ауылды аралап, мені ұмыттырып жіберді. Алғашқыда байлар жағы теңдік болады екен деп жүрді. Кебенектің қасқыр алғанын қай атамыздан көрді екен деп жайбарақаттық танытты. Ал кейбір ақсақалдар, іштегі запыран сыртқа тепсе кім білсін деген күдіктерін де жасырмады. Не керек, ақыры қызылдар мен ақтар біздің ауылымызға да келді. Әуелгіде адам түсініп болмайтын бір заман басталды. Ауылдан тарылдатып ақтар өтті. Олар байдікі, кедейдікі демей, жылтыраған асыл заттар мен қымбат дүниені қидай сыпырып, қазан ошағымызды теуіп, ауылдың күлін көкке ұшырды. Ақтың әскерін өкшелей қызылдар жетіп, қолдан берген азық пен көлікке риза болып олар кетті. Ауылды енді Сәтімбай емес, соңғы қызылдар сайлаған Нәшәлнік деген біреу басқаратын болды. Нәшәлнікке көнбей, байлардың біразы банды болып, орман тоғайды паналады. Әкем тұратын ауылдағы Сағымбай бай танитын көзі ашық адам еді. Төңіректегі байлардың ішіндегі жалғыз өзі қызылдар жағына шығып, солардың қолдады. Өз еркімен ортада біраз малын бөліп, қызылдардың әскерін азық-түлік, киім-кешек, жабдықтарын, ал басқа байлар мал-мүліктерін айырылу
жан тапсырумен тең деп саналды. Олар кәдімгі қаныпезерге айналды. Алғашқы айқасар ата жаулары Сағымбай болып, соңына түсіп ізін аңдыды. Бандылар бір күні ауылдағы нәшәнлікті өлтіріп, Сағымбай байды қапыда ұстап әкеткен. Сағымбай келісті. Қызыл шырайлы денелі адамтын. Кейіннен естідік, қорлап, азаптап өлтіріпті. Қалмұрат тыпырши бастады. Қараңғы түскеннен бір жаққа барғыштап әлекке түсіп жүрді. Бір күні түн ортасында күбір-күбір сөйлесіп, сыбысты естіп оянып кеттім. Үлкен әбдірені ашып, кішкене сандыққа алтын, күміс, жиһаз әшекейлер мен күміс ақшаны байымен осы үйдің малайы Әлімбекке салып жатыр. Сонсоң зілдей сандықты Әлімбекке көтертіп сыртқа шықты. Олардың киіз үйі маңындағы аяқтардың сыбыры басылған кезде үстіме қара мақпал шапанымды жамылып, мен де соңдарынан түстім. Түнгі дыбыс алысқа келеді ғой, аяғымды машықпен басып сақ келемін. Мұның соңы не болар екен дегендей ауыл иттері де тым-тырыс, әуде бүрген біреуде жоқ. Сандық көтерген зор денелі Әлімбек ырс-ырс етіп Қалмұратқа әзер ілесіп келеді. Олар орман ішіндегі бір дәу қарағайдың түбіне келіп тоқтады. Әлімбек қалтасынан қолын салып насыбайын ала берген еді. «Әй, танауыңды құрт жеп бара жатыр ма? Таста!» деп зілдене сыбырлады Қалмұрат. Әлімбек бірдеңені көтеріп қазылған шұңқырға сандықшаны түсірді. Екеулеп көмді. Бұны екеумізден өзге жан баласы білмейді. Туған балаларыма да сенбей сені ерттім. Тісіңнен шығаратын болсаң, тіліңді кесіп, отқа тастаймын. Одан әрі сөздерін тыңдағаным жоқ. Жүгіре басып үйге келіп жатып қалдым. Үйір-үйір жылқы да құмға сіңген судай жоғала бастады. Әбілқайым ауылнайға айтайын десем, Әлібектің басына қауіп төнер деп қорқып, біраз уақыт қиналып жүрдім. Ақыры белді бекем буып, бір күні Абылайымға мән-жайды жасырмай айтып бердім. Әбілқайым 2-3 күн өткенде қасына 4-5 қызыл әскерді ертіп, біздің үйге сау ете қалды. Мен тамам жұрттың көзінше естіген, көрген білгенімді айтып, оларды баяғы алтын күміс тығылған жерге бастап бардым. Кейін Қалмұраттың тыққан малдарын да тауып, дүние мүлкін түгелдей тып-тиыл кәпескеленді. Біз әкем екеуміз ол ауылдан көшіп кеттік. Сөйтіп, осы ауылдағы момын кедей жігітпен тұрмыс құрып, соғыс жылғы боранда үстіген ағаңмен тату-тәтті өмір сүрдік. Міне, енді өзің келгелі өлгенім тіріліп, өшкенім жанғандай болды. Уақытта біраз жерге барып қалған шығар. Қызым, төсегіңді салып жата ғой. Әйел заты әңгімеге тегін бір-ақ ытса, тоқтата алмай қалатын әдеті ғой. Ұзақ сонар хикая өзіңді шаршатып жіберген шығар. Бибіғайша өзі келгелі 4 құбыласы түгелгендей жарымжан көгіліне жалғыз жұбаныш етіп жүрген жанға шаншудай тиер жайды қалай жеткізерін ойлап қиналды. Ертең төбеден түскенде қойып қалмай мектептен келісімен құлаққа құс етуім керек деді іштей. Бибіғайшаның көзі таң алдында ғана іліккен. Қатып ұйықтап қалған екен. Пеш жанындағы сүйеулі шам шуыр салдыр етіп құлап түскенде барып көзін ашты. Далақтаған етегі бар болғырдың іліп кеткенін көрдің бе? Қызым, бүгін сабағыңа кеш шығар деп мазаламадым. Директорың келіп еді әлгінде. Бибіғайша тұрған жоқ деген соң кетіп қалды. Шегірткедей шиқылдаған нөпір бала қажытпай қойсын ба? Аяғын әзер басып бүкірейіп қалыпты. Жаның ашиды. Қашанда шыж көбелек болып жүргені. Әже, ол кісі ештеңе демеді ме? Бибіғайша кейініп айналына барды. Қайдам, үйге кір десем, шайша еді деп кетіп қалды. Жік-жыпар жармаспадым. Бір түрлі көңілі жараспай жүргенге ұқсайды. Бибіш, мына Сәлимаш былтыр бір жылтырған ыдыс-аяқ қоятын бөпіт алып еді. Бізде сондайды әкелсек қайтеді? Құрдастарын келгенде бөлменің бос тұрғаны ұяттау шығар. Әлгі киім-кешегіңді іліп қоятын шкафты де алсақ. Бұрын төрімнен көрім жақын деп керек қылмайтынмын. Енді өзің барсың. Әйгерім әжей Бибіғайшаға қарап еді, мөлт-мөлт көзінен жас сорғалап тұр. Бақырау, не боп қалды? Деген Әйгерім қарияның өңі өзгеріп сала берді. Әже, мені Алғабас мектебіне ауыстырды.
Бүгін сол жаққа жүруім керек. Мен естіп отырмын. Сен не айтып тұрсың, шырағым? Көшкен тозады, отырған озады деген бір жерде тұрақталған жөн. Бұл ауылды қорашынатындай баладан баланың артық кемшілігі бар деймісің, қызым? Әже, менің де кеткім жоқ. Сізге әбден бауыр басып едім. Тіпті туған әжемдей көремін. Күн жылынып, жер құрғаған соң қатынап тұрамын ғой. Ренжи көрмеңізші, ауданнан келген бұйрық солай болды. Қарағым-ай, жылдап осында бала оқытып жүргендерді таппай, бұйрықтың саған бұйырғанын көрмеймісің? Әлде баласынғандарым екен. Менің жаман ақылым ағат кетпесе, мұнда бір гәп тұр. Күле кіріп, күңірене шығатын көре алмайтындар мүйіздеген шығар. Әйтпесе өз басыңа кінәрат тағатындай жерің жоқ. Жақсының ізіне түсіп, жағасына жармасып, аяғына шалмаса, тіршіліктің сәні кететіндей қай заманда да бар ғой. Бірлі жарымды ондайларға бола өкпелеп, көпке қарсы келме балам. Қайнап суыңа уақыт бөліп, асықпай отырып ойлан. Әжетай-ау, жоғарыдан келген бұйрықты ешкім бұза алмайды, соны түсініңізші. Енді қайттым. Директорыңнен анық-қанығын біліп келейін. Көрешегім, алда тұр десеңші, деді әже дей сал. Білетін ештеңесі жоқ, кетуім керек, әже. Мына суықта жаяу жалпылама әлгі тілеулеспен сөйлесіп келейін. Машинасымен апарып салсын деп, Әйгерім әжей қолымен жер тіреп орнынан тұрды. Әже, оған әуреленбеңіз, жолға жетсем Алғабастың машинасы қарсы аламыз депті. Бибіғайша жинала бастады. Чемоданын ұстап, есіктен шыға бергенде Әйгерім әжей дауыс салып аңырай жөнелді. Бибіғайшаның төбе құйқасы шымырлап, әжесін құшақтай алды да, бетінен қайта-қайта сүйіп, шыным әже, жиі-жиі келіп тұрамын деп, лезде сыртқа есікке беттеді. Белі құрғыр опырылып кетті ме, тым құрғанда жолға дейін жеткізіп салмадым-ау деп, күбірлеген Әйгерім қарттың сол жерде мелшиіп қанша отырғаны белгісіз. Сәлимаш келгенде барып ұйқыдан оянғандай болған. Әйеке, ақшаңды сытырласып санап жібер. Өзіміздің дүкенге керемет буфет түсіпті. Ғалым ағаның шанасын сұрап, жігіттерді жауып жіберіп, алып келейік. Жер көкке сыймайтын үлкен де дүние емес екен. Томпиған ғана шағын екен. Немене, ақшаңды қимайсың ба? Өзіңнің қозғаға қояр түгің жоқ қой, көмпешке. Әй, Сәлимаш-ай, ақшаны қимай, түскірді, өлгенде жастан жатады деймісің? Төмпең керек емес. Енді қайтемін? Қартайғанда жылтыраған тақтайға қарамай-ақ қойдым. Көмпешке, тыржая қалған түріңе жол болсын. Бибіғайша бұйрықпен Алғабасқа кетіп қалды. Бұйрығы несі? Аудан жақтан келсе керек. Бәсе, көзі басыңның қызарып отырған сол екен ғой. Өзі қайда? Деді Кәлимаш жан-жағына алақтай қарап. Қайда болушы еді? Жол жаққа кеткен. Сәлимаш ләм-миімсіз шыға жөнелді де, біраздан соң қайта келіп, қызыңыз жол үстінде көрінбейді. Түріңе қарағанда кемпөшке бүгін ораза ұстайтын сияқтысың. Біздікіне жүріп шай ішейік. Сәлимаш кеткеннен кейін Әйгерім қария орнынан тұрып, тездетіп киіне бастады. Сыртта әжептеуір аяз екен. Қабай, жолға шыққан баланың үсті-басы қарамаған екемін. Жылы киінді ме жоқ па? Жеңіл шығып, ауырып қалмаса игі. Қимылы ширақ, сәтін салса, Бибіғайшаны қайтып әкелермін деген дәмелі үміт жетегінде ол мектепке тез жетті. Директор әжеге орындық ұсынып, бәйек болып жатыр. Қария Тосын келісінің мән-жайын төтесінен қойды. Қарағым, қызыма келмей жатып қандай кінәрат тауып, сарсаңға салып қойдың. Әжетай-ай, деп қазір өзім де жетісіп жүрген жоқпын. Бибіғайшаның қызметіне қояр кінәм жоқ. 8 кластың балалары да бар өкпені маған артты. Жоғарыдағылар солай шешіпті. Қайтейін, менде тұрған ештеңе жоқ. Қарағым, деді мән-жайға қаныққан соң. Ішкен жегеніңді ішін тесіп бара жатқандардың ісі екенін сезгенмін. Бір түрлі үйім қоңысталып қалды. Тас түйін киініп жолға шығып кеткенім сол еді. Келіп мазалағаныма ренжіме, қарағым.